санның цифрларын көбейтіндісі 24-ке тең дейді. Мысалы 83 немесе 38, иә. Цифрларды мысалы 8 мен 3-тің көбейтсеңіз 24 шығады 8 мен 3-ті, немесе 3 пен 8 көбейтсеңіз 24 шығады, иә. Бірақ қосындысы 10-ға тең. 8-ге 3-ті қоссаңыз 10 шықпайды, 11 шығады. Сондықтан бұл сандар біздің шартымызға сай емес. Осы шартқа сай болатын екі таңбасындардың қосындысын табыңыз дейді. Келесі есеп 24 сағатты көрсететін сағаттан 9-ды көрсетіңіз. Сағат 9:00. 24 сағат көрсеткен. Олай болса 24-тің жартысында бізде 12:00 тұрады. 12. Неге біз оны 12 сағат көрсететін нүгілік сағат білеміз. Нарда 12 тұрса, оның дәл жартысында 6 тұрады. Нарда 12 мен 6-ның дәл ортасында 6-ның жартысы мынарда тұрады. 3 деген сияқты. Сондықтан бізде мынарда келесі мына жарты ол 12-ның жартысы болу керек 6. Немесе 24-тің 4-тен 1 бөлігі. Яғни 24-ті 4 бөліп көрсеңіз 6, 6, 6, 6-дан шығу керек. Дұрыс па? Енді өзіңіз ойлап көріңіз 9 қай жерде болатынын. Келесі есепте мынарда 48, 24, 12, 6 қалай шығып жатыр? 2 есе кішідей отырған жатыр. 48 2 бөлсек 24, 2 бөлсек 12, 2 бөлсек 6 деген сияқты, иә. Ал мына сандар плюс, мысалы 3-тен 8 шығу үшін плюс 5 керек, 8-ден 15 шығу үшін плюс 7 керек, 15-тен 24 шығу үшін плюс 9 керек. Бұлар тақсанға өсіп жатыр. Плюс 5, плюс 7, плюс 9. Мыналар да белгілі бір заңдылықпен өсіп жатыр. Сол кезде сіз К-ны таба аласыз, осы заңдылықты түсінсеңіз. Осыны S пен К-ны қосасыз. S уже түсінікті қанша болатын, иә. Келесі есепте оқушылар мектептен мұз айдынына дейін автобуспен бару жоспарлады. Егер автобус 60 км/сағат жылдамдықпен жүретін болса, онда оқушылар мұз айдынына 20 минут ерте келеді. Ал егер автобус 50 км/сағат жылдамдықпен қозғалатын болса, онда олар мұз айдынына 12 минут кеш келеді. Мектеп пен мұз айдыны арасында қашықтық қандай? Мына сұрақты біз әрқашан x деп аламыз. Қандай десе x километр. Қанша білмейміз, x километр, иә. Енді қараңыз, оны бірден жауабын қойып тексеруге болады. Мысалы, мына сандардың орташасын қойып тексеруге болады. Оны табу үшін жауап қойып тексеру әдісі, иә. Немесе шығару жолы былай. Бізде 60 км/сағат жылдамдықпен жүргенде 20 минут ерте келді дейді. Яғни уақыт ол жол бөлінген жылдамдық. Жол бізде x болса, ең бірінші жылдамдық айтып жатыр 60 км/сағат. Яғни x-ті 60-ға бөлген кезде біз 60 км/сағатпен жүргендегі уақытты табамыз, иә. Ол уақыт не дейді? Ол уақыт 20 минут ерте келеді дейді. Яғни басталу керек уақыттан 20 минут ерте керек болса, мысалы t ол басталу керек уақыт болса, одан 20 минут ерте келетін болса, яғни t минус 20-да келген олар. Яғни сондықтан біз мына уақытқа жету үшін мынаған 20 қосамыз. 20 минут деген сөз ол минутпен. Ал бізде жылдамдық километр сағат деп тұр, иә. Сондықтан екі өлшем бірлікті араластырмаймыз да, минутты не істейміз? Сағатқа айналдырамыз. Ал минутты сағатқа айналдыру үшін 60-ға бөлеміз. Иә, себебі 1 сағат 60 минут, 20 минут ол 1 сағаттың 3-тен 1 бөлігі болады. Қысқаратта 3-тен 1 сағат болады. Яғни плюс 3-тен 1 сағат. Яғни мынау сол кезде не шықты? Сол кезде дәл басталатын уақытқа дейін. Сеанс басталатын уақыттың дәл өзі шықты. Себебі мына 20 минут ерте келді, 20-ны қостық. Сол кезде дәл уақыттың өзі шықты. Енді x-ті 50 км/сағат жылдамдықпен жүрсе, жай жүрсе, олар не істейді? Кешігіп қалады. 12 минутқа кеш келеді. Сондықтан дәл уақыттан жету үшін мына кешіккен уақыттан 12 минут азайту керекпіз. Бірақ минутты дәл солай неге сағатқа айналдырып алыңыз? 60-ға бөліп. Қысқарады 12-ке 5-тен 1. Осы теңдеуді шешсеңіз, x-ті бірден табасыз. Немесе мынада x 60-ға да 50-ге де бөліну керек. Немесе қысқару керек, иә. Мынада 60-ға да 50-ге бөлетін сан жоқ, бірақ қысқаратын сандар бар. Мысалы, мынау немесе мынау деген сияқты. Мен бір орташасынан бастайтын едім. Мысалы 108, мына екі кішкентай, екі үлкен емес, орташасынан. Сол кезде түсінеміз, қалай қарай жүреміз. Кішілерін аламыз, үлкендерін аламыз, әлде сол дұрыс жауап бола ма? Ары қарай. Теңсіздікті шешіңіз. Бұл теңсіздікті шешу үшін мен бөлшектің бөлімінде 2 ма, теңсіздіктің барлығын 2-ке көбейте салам. Сол кезде мына бөлшектің бөлімі қысқаратта, мына x минус 3 қалады. Мынада бөлім қысқаратта 7x-қа да минус 2 көбейтіледі, 7x минус 14 болады. Мынада қысқаратын ешкім жоқ, сондықтан 2 мен 5 көбейтіледі да 10 болып кетеді. 16-ға минус 2x-ке көбейтіледі, плюс 60 минус 20x болады. Және 2 мына 10,5-ке көбейтіледі, 10 жарымға, сол кезде 21 болады. Болды. Енді мына 7x пен минус 20x, минус 13x берме, бұлай плюс 13x болады, мына x-ке 13x қосылады, 14x болады. Сандарды керісінше бұлай жібересіз. Болды, x-тің үлкен немесе тең қанша екенін табасыз. Үлкен немесе тең деген сөз ол тік жақшамен басталады. Тік жақшамен басталатын жауап, мынау жатпайды, жай жақшамен басталады. Мынау да жатпайды, жай жақшамен басталады. Тік жақшамен басталатын жауаптар мыналардың біреуі болу керек, иә.